Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді және үй жағдайында жасалатын бананды коктейль жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен бананды қабығынан тазартып, оны 4 бұрышты бөліктерге турап дайындап аламыз. Туралған банандарымызды арнайы блендердің ыдысына саламыз. Кез келген сүтті қоса берсеңіздер болады. Менде лактель сүтті бірінші аз мөлшерде құйып, блендермен жақсылап араластырып аламыз. Егер сүтті бірден көп қосып қоятын болсаңыз, біздің банандарымыз жақсылап езілмей қалуы мүмкін. Банандарымыз толығымен езіліп болған соң, сүтіміздің қалған бөлігін қосамыз. Мен бұл жерде 4 порцияға арнап жасап жатырмын. Дәміне қарай табиғи бал қоссаңыздар да болады. Өте дәмді, тәтті болып шығады. Міндетті түрде қосып жасап көріңіздер. Банандарымыз бен сүтіміз жақсылап көпіргенше, массасы ұлғайғанша араластырамыз. Сонымен біздің банан қосылған коктейліміз дайын. Ораза кезінде ауыз ашарға дайындасаңыздар болады. Өте тойымды. Балаларыңызға да арнап жасап берсеңіздер болады. Балалардың ең жақсы көретін сүйікті сусыны болып табылады. Кез келген жеміс түрін пайдаланып жасай берсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған арайлым. Каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, жаңа видеоларды өткізіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.